Әл-Фараби Бегарысұлы, құрмет қошеметтеріңіз. Бәрекелді. 5-10 минут демала тұрыңыз. Мархабат сізге. Қадірменді ағайын, көңіл күйіміз қалай, жақсы ма? Бүгін Әл-Фараби бауырымызды қазақ өнерінде жүрген ағалары, әпкелері, бауырлары, аға дос, ізгін еттес, әрине сахналас достары келіп отыр. Сіздердің алдарыңызға шығып, әрқайсысы өздерінің өнерлерін бүгін көрсетеді. Солардың бірде бірегейі бүгін айтыс аламанында ат оздырып жүрген Әл-Фарабидің досы, бауыры Мейірбек Сұлтанхан бауырымызды құрмет қошеметпен сахна төріне шақырып алайық. Әл-Фарабиге арнауымен кеп отыр. Құрмет қошеметтеріңіз. Ақынның арнау айту міндеті шын. Фарабимен туған біз бір ауылда, арманның шарықтатып бірге құсын. Алтын домбыра айтысы болды кеше, ағайын көңілімнен шын доқысын. Алатауға атбасын бұрып келдім, ақынның жыр бастау шайырлардың міндеті шын. Алтын домбыра айтсын аяқтай сап, алтындай бауырымның құрметі үшін. Сақтасын сағымсынып шаршаудан бел, жаратқан несібемді кәусардан бер. Біз келдік Алатаудай атырапқа, таланттар талай-талай жар салған жер. Нұрғиса әлғисасын әуелетіп, халықтан ақбатасын шәмш алған жер. Құлақта Әзімбектің әні қалып, Ораздың ойларына тамсанған жер. Бергісі Валентина Талкунова, сағындым алматым деп ән салған жер. Тәуелсіздік мейрамың құтты болсын, жастарым бостандық деп жан салған жер. Бұл өлке азаттыққа алғаш келіп, ата жұртқа оралғанда, халифатам құдай деп мал шалған жер. Жұмысқа жаяу барып, жаяу қайтып, қонайып адалдықтан жол салған жер. Заманбектей әкімі елін ойлап, Храпунов қазынаңа қол салған жер. Кешегі желтоқсанның боздақтары, Алаштың арманы үшін жан салған жер. 70 жыл аңсап күткен азаттықты, желінде желтоқсанның қар салған жер. Өнерде өшпеу үшін жалп етіп құр, сұңқардай боп дауысым саңқ етіп тұр. Әл-Фараби тұңғыш бейне баянын көрсетіпті, Фараби талантымен тәнт етіп тұр. Талдардың арасынан шықпай қойдау, табиғаттың басқасын тәрк етіп тұр. Фараби шыныменен мықты екен ғой, найзағай боламын деп ант етіп тұр. Ағаштың ортасынан шыға салып, Алаштың ортасында жарқ етіп тұр. Кешіңді дей алмаймыз басқа жаса, қалың ел жарамайды қостамаса. Шайырлардың келмейді шабыттары, қалың ел қиқу соғып қоштамаса.
көрермен болғаннан соң болар ет жігерімді жасқамаса. Фарабиді ойлап ек студенттер сарайында жасайды деп кеш тамаша. Республика сарайында өтер деп ек аренданың ақшасы жасқамаса. Жазушылар үйінен келіп жатыр, жөн болат деп мына зал босқамаса. Әл-Фараби атынан ұят шығар, осындай кешті жасап рас тамаша. Ғалымның атын алып өз концертін жазушылар үйінен бастамаса. Тұлпардың кеңге ашылар тыныс еді, қалың ел қадіріңді біліседі. Осы кешке ұйытқы болып жатқан Розәл Қожа апамның жұмыс еді. Өйткені Әл-Фараби Розаның рулас емес, рухтас ініседі. Әбдіжаппар інісін көтергендей, енді кеп Фарабиге кіріседі. Бұйырса ертең жұлдыз боп кетесің, халықтың демейді ме ырыс елі. Роза апайға сонда жұрт алғыс айтар, халықтың қанған кезде халықтың қанған кезде мұңы шері. Бір кісі жалында жанын қинап құдық қасса, мың кісі күліп тұрып су ішеді. Несіне айтар сөзден шегінеміз, ақ тілекті арнайық еліме біз. Талантты әншілерді танытпасақ, құр босқа эстрада деп еліреміз. Жасанды жұлдыздарды қаптаттық қой, өнердің аласармас көгіне біз. Төсін ашқан білеміз әншілерді, Әл-Фараби туралы не білеміз. Біз кейде жұлдыздардың көптігінен ай мен күнді іздеуге ерінеміз. Ел отыр бал бақытқа батып енді, бәйгеден дегендейін аты келді. Жанашыр табылады маңайыңнан, өнерде өзіңе өнердегі жақын енді. Баршаңызға ағайын мың рахмет, айтарсың ұлдарыңа ақыл енді. Сіздерге алғаш концертім беріп жатыр, пайдаға кетпесе де батып енді. Әл-Фараби ұлыңның Алла жазса, найзағай боп жарқ етер сәті келді. Бәрекелді қадірмен ағайын, енді қазақтың қандай да бір мерекесі, қандай да бір осындай концерті әрине қазақтың өзінің дүние танымымен, салт дәстүріменен біте қайнасқан. Бүгін бір ресми түрдегі концерт емес, бүгін бір Әл-Фарабидің жыр кеші, Әл-Фарабидің бір халқының алдында есеп беретін тойы деп есептейік. Бүгін бәріміз тойға келіп отырмыз деп есептейік қадірмен ағайын. Бүгін сценарий жоқ. Жаңа айтып отырмын, Әл-Фарабиді құттықтап келіп жатқан бауырлары көп, ағалары, әпкелері бар. Солардың ішінде қазақ өнерінде өзіндік орны бар. Жұлдызды жұп, жарасымды жанұя. Әл-Фарабидің ағасы Жанболат пен жеңгесі Жазираны сахна төріне шақырайық кішкенекей. Ассалаумағалейкум, құрметті өнерсүйер қауым. Бүгінгі Әл-Фараби бауырымыздың кеші құтты болсын дейміз. Әл-Фарабиға бар жақсылық тілейміз ғой. Әл-Фараби кеш. Ей, Құдай. Қайныма гүл беріп, құттықтап қояйын. Сізге Әл-Фараби ақ жол тілейміз. Нартай ағаның, Бек Жаған ағамыздың ізін қуалып келе жатқан тағы да басқа тұлғалар көп қой. Сол сияқты саған ақ жол тілейміз, өнерің үстем болсын. Көптеген өлеңдерің халықтың құлағына жетіп,
несін қандыра берсін дейміз, әркім өзінің өлеңдерін құлаған. Саған көп жақсылық тілеймін, өйткені жақсы көрем Әл-Фарабиді, өзінің тарихын, историясын білем ғой. Өзінің қарындастарын, өз бауырларын өзі көтеріп келе жатыр. Енді оңай жолмен келген жоқ. Өте қуаныштымын. Жақсы өлеңдеріңді білем. Керемет өлеңдерін естіп жүрмін. Үлкен белестерден бағындыра бер. Үлкен сахнадағы Ескендір аға сияқты, Нұрғали аға сияқты үлкен жұлдызы бол. Барлық жақсылық тілеймін. Сәттілік тілеймін. Осындай сіздермен Әл-Фарабиді, біздерді жолықтырып, барлығымыздың басымызды қосып отырған Роза сіңіліме, құрбыма бір қошеметтеп қойсаңыздар. Және Әл-Фарабидің өнерін қолдап, ары қарай шабыт беріп, қол соғып отырған сіздерге де Алланың нұры жаусын. Әл-Фарабиді босатайық. Билейсің ба? Әл-Фарабиді қазір өлең өзіне ауыспайтын болды әндерде. Сәттілік тілейміз. Биіктен көріне берсін. Сенен басқа деген әнді қабыл алыңыздар. Әл-Фараби сөзі. Сенен басқа, бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, арбақтыны қаламаймын. Сенен басқа, әнге демен сала алмаймын. Сенен басқа, сұлуларға қарамаймын. Сенен басқа, бар бақытты таба алмаймын. Сенен басқа, арбақтыны қаламаймын. Сенен басқа, әнге демен сала алмаймын. Сенен басқа, сұлуларға қарамаймын. Бәрекелді, біздің бейшілерге рахмет, поддержкілеріңізге рахмет. Жаңа осы концерттің алдында Роза Әлқожаның әндерінен байқау өткен болатын. Сол байқауда қазылар алқасының мүшесі болып, бірақ шешіміне кішкене қатысып кетіп қалғам. Бас жүлдені сіз алдыңыз ау деймін. Мен де сізге дауыс бердім, ерекше әнші отыр арамызда. Құттықтап қояйық, есіміңіз кім еді? Айжан. Өнеріңіз үстем болсын, құттықтап қояйық. Қазір енді осында ақ жаулықты аналарымыз көп екен, алыпты да, батырды да ана туған. Аналардың құрметіне анамның ақ жаулығы деген әнді тарту еткіміз келіп тұр. Қабыл алыңыздар.